Серік ТВ өз жұмысын жаңалықтармен жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Бибінұр Қаражанова. Армысыздар. Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев және мәжіліс депутаттары Қазалы ауданына арнайы іс-сапармен барып, аудандағы құрылыс нысандарымен танысты. Өңір басшысының жұмыс сапары Қазалы ауданындағы 250 орындық мектептен басталды. Аймақ басшысы алдымен Қазалы ауданы Достық көшесі бойындағы құрылысы 2021 жылдың қыркүйек айында бастау алған мектептің жай-күйімен танысты. Құрылысы ұзаққа созылған білім ұясы жаңа оқу жылында шәкірттеріне есігін ашпайтын сыңайлы. Оған себеп 250 орындық мектеп бүгінде мердігер мекеменің жауапсыздығы салдарынан белгіленген уақытынан кешігуде. Сенбейді. 20 күн уақыт қалдым, мен 3 апта өте көп жұмыс бар. 500 адам болсаң өтетін жұмыс емес деп тұрмады. Бұл мектеп 21-дің сентябрінде алындар ойды. Уже қазір 3 жыл болды. 22-ның сентябрінде біту керек. Бүгінгі таңға дейін әлі біткен жоқ. 1 жыл мерзімінен асып кетті. Мектеп аласыздар, бітірмейсіздер, жауапкершілік жоқ. Қаншама кісілер осыны күтіп отыр қазір. Балаларымыз, ата-аналарымыз. Неге уақытта бітірмейсіздер? Бірнеше айдет болсын. Мәдениет үйін, өз мерзімінің кешін сіздер алды. Осы мектеп. Өткен бірінші қыркүйекте білім күнінен бәрі күшті. Осы мектепке, жаңа мектепке келеміз деп. Балалар да, ата-аналар да, мұғалімдер де, ұстаздарымыз. Сіздерде 1 жыл асып кетті, 1 ай болса мейлі, 2 ай болса мейлі. Неге бітпейді ол? Жауапкершілік қайда? Бірнеше жылдан бері осы өңірде жұмыс істеп келесіңдер. Қаншама осындай ғимараттарға алып салып отырсыздар. Жауапкершілік қайда соны? 1 сентябрьге дейін уәде беріп тұр, бүтеді деп ойлайсыз ба? Жұмыс көп мынада, өте көп. Біріншіден, адамды көбейту керек мынада. 1 сентябрьге дейін бітіру керек, өздерің айтқандай. Екінші, сапа өте жоғары болу керек. Асығыс қазір 20 күннің ішінде бітіреміз деп, сапасыздық, ертең оның зардабын осы жердегі халық көріп жатпасын балаларымыз. Сапа өте жоғары болу керек. Қызылорда облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының тапсырысы бойынша бой көтеріп жатқан білім ордасы осы күнге дейін және қазірде Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаевтың қатаң бақылауында болған. Алайда аудан басшысының бұйрығын назардан тыс қалдырған мердігер мекеме жұмыстарының жай-күйі бүгінде мәз емес. 2712,151 шаршы метр аумақты құрайтын ғимарат құрылысы бір қалыпта. Берілген тапсырма орындалып, мердігер мекеме қызметкерлері тыңғылықты жұмыс жасаса, жыл аяғына дейін пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бибінұр Қаражанова, Ерғанат Асаутаев, Дәуренбек Қайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Қазалы ауданындағы Абай ауылында бой көтерген медициналық нысанның құрылысымен танысты. 25 келушіге арналған амбулатория құрылысы биыл аяқталып, халық игілігі үшін пайдалануға берілмек. Сонан соң облыс әкімінің арнайы жұмыс сапары Құмжиек ауылдық округіндегі білім ордасының күрделі жөндеу жұмыстарын көрумен жалғасты. Күлетов атындағы номер 92 орта мектеп ғимаратының жаңғырту жұмыстары аяқталуға жақын. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың кезекті жұмыс барысы Қазалы ауданы орталығынан бой көтерген мәдениет үйінің құрылыс жұмыстарын танысумен жалғасты. 2018 жылы құрылысы басталған нысан 2 қабаттан тұрады. Бүгінде толықтай аяқталған. Ендігі қалған ішкі жұмыстар, яғни дес қондырғысы және сахна жабдықтарын орнату. Ғимаратта 600 орындық көрермен залы, стол ойындарына арналған бөлме, мерекелік және салт дәстүрді насихаттауға арналған зал, хор бөлмесі, бейнелеу өнер, кітапхана және оқу бөлмелері қамтылған. Мәдениет үйі үстіміздегі жылы пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Одан бөлек биыл Кәукей ауылынан 100 орындық клуб пайдалануға берілмек. Сонымен қатар Бірлік, Майдакөл, Шәкен ауылдарынан 100 орындық клуб құрылысын салу үшін тиісті құжаттар әзірленді.
Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев аудандық маңызы бар Әйтеке би Қазалы қаласы арасындағы автомобиль жолының құрылысымен танысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Әйтеке би кенті мен Қазалы қаласының аралығындағы жолды жөндеу жұмыстары 2020 жылы бастау алған болатын. Десекте 3 жылға созылған құрылыстың қарқыны баяу. Кенже қалып келе жатқан екі аралықтағы автомобиль жолының құрылысын Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев қатаң бақылауына алған. Жоба барысында 7 шақырымды құрайтын автомобиль жолын 4 жолаққа кеңейту, 2 темір-бетон көпірін және 2 су өткізгіш құбырын жаңғырту, жарық шамдар мен аялдама орнату жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен қатар жүру жолағы және қоғамдық көлік аялдамасына арналған алаң, жол қиылыстарын салу қарастырылған. Үстіміздегі жылы бюджеттен 801,8 миллион теңге қаралған жол құрылысы биыл аяқталады деп күтілуде. Бибінұр Қаражанова, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Қазалы ауданындағы құрылысы қарқынды жүргізіліп жатқан тағы бір үлкен жоба Қарлан темір-бетонды көпірі. Стандарт Ойл Қызо жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарлан көпірінің бас мердігері. 2021 жылы құрылысы басталған көпір жұмыстарының негізгі жоба құны 4,4 миллиард теңге. Қарлан көпірінің құрылысын жалғастыруға бюджеттен 1,6 миллиард теңге бөлінген. Нәтижесінде бүгінде мердігер тарапынан тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Қазалы ауданының Қарлан учаскесіндегі Сырдария өзеніне өтетін көпір құрылысының басында тұрмыз. Қазіргі дейінгі атқарылған жұмыстар, жер асты жұмыстары 84 свай бар проектіде. Соның 10-шы қалды. 71 қазылып, көйліп 30 метр тереңдікте жатқан. Қазіргі таңға дейінгі селмен жұмыстар. Сосын 7-ші опора жердің бетіндегі жұмыстарға шығып тұр. Жұмыс сапасы туралы айтыңыз. Жұмыс проектіге сай істеліп жатыр. Қанша қызметкер қамтылған? Бұл жерде 2 мекеме қамтылған, біреусі квадраттан контрборж деген основной мердігер, генералдық мердігер, стандарттау дейсі. Жұмысшылардан 26 адам, жұмысшылардан техникадан 8 техника, кран, бұрғыл, экскаватор. Келер жылы ел игілігіне пайдалануға беріледі деп күтіліп отырған Қарлан көпірінің құрылысы аяқталса, дарияның арғы бетінде орналасқан ауылдық округ халқы үшін ауданға қатынау біршама жеңілдемек. Яғни Бірлік, Өркендеу, Тасарық, Лақалы, Қожабақы, Бозкөл және Кәукей ауылдарының тұрғындарына көпір жолы қолайлы әрі қауіпсіз болмақ. Бибінұр Қаражанова, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі тәмам. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Әр шаңырақта Серік ТВ қосулы болсын. Аман сау, деді араласқанша.